Халықаралық жазушылар одағының мүшесі, белгілі журналист, ақын, күйші Жұмабай Жақып 70 белесті бағындырды. Осыған орай Әбділда Тәжібаев атындағы облыстық кітапханада мерейтой иесінің шығармашылық кеші өтті. Арал ауданы Райым ауылының тумасы Жұмабай Жақып кішкене күннен өнерге құштар болып өсті. Ойы да, сезімі де сергек жас, үнемі шығармашылықпен шұғылданып, рухани дүниесін байытуға талпынды. Теміржол саласының маманы болғанмен, бойындағы өлең жырға деген құштарлық оны әдебиетке жетелеп әкелді. Еңбек жолын Қазал аудандық Ленин туы газетінде корректорлықтан бастады. Осы ортада ысылды, жетілді. Әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы қызметтерін атқарды. Мұнан кейін Сырдария аудандық басылымында, облыстық телерадио компаниясында, Арал аудандық радио хабарын тарату редакциясында, Толқын газетінде еңбек етті. Жұмабайдың бір басында бірнеше адамға беретін қабілет бар. Жұмабай жақсы ақын, жақсы жазушы, журналистік жады бар. Алапат күйшеген бұл. Еңбекқор жан Сырбойы газетінің Арал Қазал аудандарындағы аймақтық тілшісі, Арал аудандық Толқын газетінің редактор-директоры болды. Білікті журналист ақпарат құралдарында тынымсыз тертөге жүріп, жеке шығармашылығын өрістетуді де ұмыт қалдырған жоқ. Ақындығы, күйшілігі, онымен бірге көп жылдар бойы маңдай терін төгіп, осы журналистика саласына көп еңбек сіңірген. Соның біраз жылдарын біздің Қызылордадағы Қазақстан Қызылорда телеарнасында кезінде ол Қызылорда облыстық телерадио компаниясы болған, сонда аға редактор қызметін атқарып, онан қалды Арал ауданындағы осы радио торабының меңгерушісі қызметін атқарып, біраз халыққа өзінің үнімен танымал болған журналист. Көпшілік оны күйші сазгер ретінде де кеңінен таниды. 70 жылдары ақындар айтысында күйшілік өнерімен көзге түскен Жұмабай Жақып 30-ға жуық туындының авторы. Солардың ішінде Шоқтығы биігі, Отырар саздар атты топтама күйлері. Одан бөлек Желмаялы қорқыт, Жалғыз аққу, Әке ақылы, Ақсақалдар және басқа да шығармалары өнерсүйер қауымнан лайықты бағасын алды. Сазгердің 10-нан астам күйі облыстық телеарнаның алтын қорында сақтаулы. Қадыр Мырзалиев ағамыздың айтатыны бар ғой. Нағыз қазақ, қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Бұл кісі домбыраны серік қылған, бір қанаты қылған, екінші қанаты өлең қылған, қаламы журналист. Жұмабай Жақып аймақ баспасөзімен қатар әдебиет және мәдениет саласында да өзіндік орны бар шығармашылық иесі. Жиында сөз алған қаламгердің замандастары мен әріптестері мерейтой иесінің еңбек жолы мен адами қасиеттеріне тоқталды. Талапты жастар ақын өлеңдерін оқыса, Ақмешіт ансамблі сазгердің күйлерін орындап, кеш мазмұнын байытты. Арайлым Байжігітова, Жаслан Мәліков, Талғат Сыдықов, Төрехан Қожахметов, Қазақстан Қызылорда телеарнасы. Белгілі журналист, ақын, күйші Жұмабай Жақып 70-ші белесті бағындырды. Осыған орай Әбділда Тәжібаев атындағы облыстық кітапханада мерейтой иесінің қалам менен домбыра қос қанатым атты шығармашылық кеші өтті. Арал ауданы Райым ауылының тумасы Жұмабай Жақып кішкене күннен өнерге құштар болып өсті. Ойы да, сезімі де сергек жас, үнемі шығармашылықпен шұғылданып, рухани дүниесін байытуға талпынды. Теміржол саласының маманы болғанымен, бойындағы өлең жырға деген құштарлық оны әдебиетке жетелеп әкелді. Еңбек жолын Қазал аудандық Ленин туы газетінде корректорлықтан бастады. Осы ортада ысылды, жетілді. Әдеби қызметкер, бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы қызметтерін атқарды. Мұнан кейін Сырдария аудандық басылымында, облыстық телерадио компаниясында, Арал аудандық радио хабарын тарату редакциясында, Толқын газетінде еңбек етті. Жұмабайдың бір басында бірнеше адамға беретін қабілет бар. Жұмабай жақсы ақын, жақсы жазушы, журналистік жады бар. Алапат күйшеген бұл. Осындай енді талантты осындай жерде көрсетпесек қашан көрсетеміз. Сосын енді Жұмекеңнің өзі бір қасиеті, өзі талантты адамды қарапайым келеді ғой. Күйшімін, ақымын, жыршымын деп айтпайды. Осы қарапайым халыққа Құдай берген талант. Алдағы уақытта алдымен зор денсаулық, отың басына береке. Сосын шығармашылық шалқар шығады тілейміз.
Еңбекқор Сырбойы газетінің Арал Қазалы аудандарындағы аймақтық тілшісі, Арал аудандық Толқын газетінің редактор-директоры болды. Білікті журналист ақпарат құралдарында тынымсыз тертуге жүріп, жеке шығармашылығын өрістетуді де ұмыт қалдырған жоқ. Жұмабай аға мінекей бойына Алла тағаланың берген қасиетін, өнерін ешқашан ортайтпай, үнемі соны толықтырумен, үнемі ізденумен, үнемі халыққа сол ішкі жан дүниесінен шыққан дүниелерін берумен келе жатқан талантты қаламгерлердің бірі. Жаңа айтып жатырмыз ғой, 8 қырлы, бір сырлы, бойына үлкен бір Алла тағаладан құдірет дарыған, қасиет дарыған ағамыздың жаңағы ақындығы, күйшілігі, онымен бірге көп жылдар бойы маңдай терін төгіп, осы журналистика саласына көп еңбек сіңірген. Соның біраз жылдарын біздің Қызылордадағы Қазақстан Қызылорда телеарнасында кезінде ол Қызылорда облыстық телерадио компаниясы болған, сонда аға редактор қызметін атқарып, онан қалды Арал ауданындағы осы радио торабының меңгерушісі қызметін атқарып, біраз халыққа өзінің үнімен танымал болған журналист. Сондықтан да мен бүгін осы үлкен ұжым Қазақстан Қызылорда телеарнасының атынан сізге құттықтау хатты оқып бергім кеп тұр. Құрметті Жұмабай аға, сізді жігіттіктің 70 деген желкенін жігермен көрген ерекше күніңізбен құттықтаймыз. Журналистикада қандай жанр болса, сіз сол сатының бәрінен бұқараны бәрекелді дегіздіңіз. Бүгінде сіздің есіміңіз шығармашылық ортада шоқтығы биік туындыларды тілге тиек еткенде ерекше жарық ете қалады. Қазақстан Қызылорда телеарнасы үшін де еңбек үлесіңіз үркердей жарық. Газетпен қатар радио мен телевидениенің де түренінде туған теңізден тегеурін алған талантыңызды таныттыңыз. Бүгінде қазақ әдебиетінің көрнекті өкілдерінің көшін түзеп келесіз. Күмбір көкірегіңізден шыққан керім күй, қарымды қаламыңыздан туған жақыт жыр мен қазақы бояуы қанық сыр толған тыңдаушы мен оқырманның жүрегінен орын алды. Қадірлі аға, сізді сыр жұрты айтары мол, қаламы жүрдек, өмірлік пайымдауы мол, арда азамат, мықты журналист, байыпты жазушы ретінде ардақтайды. Сол биік беделіңіз әркез үстем бола берсін. 80-нің сыры көп, 90-ның толғауы бөлек дейді. Сол өмір сатыларын аман есен бағындырып, ғұмыр бағында бақытты да ғибратты тірлік кешіңіз деп тілейміз. Қазақстан Қызылорда телеарнасының ұжымы және директоры Жағыпар Қарабала. Көпшілік оны күйші сазгер ретінде де кеңінен таниды. 70-ші жылдары ақындар айтысында күйшілік өнерімен көзге түскен Жұмабай Жақып 30-ға жуық туындының авторы. Солардың ішінде шоқтығы биігі отырар саздар атты топтама күйлері. Одан бөлек Желмаялы қорқыт, жалғыз аққу, әке ақылы, ақсақалдар және басқа да шығармалары өнер сүйер қауымнан лайықты бағасын алды. Сазгердің 10-нан астам күйі облыстық телеарнаның алтын қорында сақтаулы. Арнау күйлері Ұлы Абайдың 150 жылдық мерейтойына арналған қараңғы түнде тау қалғып, адам жанының мың сан иірімдерін иіріп, күйге айналдырған көңіл құсы, жалғыздық атты шығармалары өзіндік ерекшеліктермен дараланады. Қазақ халқының тұрмыс салт дәстүріне байланысты салт атты салт жігіт, жырау, арқалы ақын айтыста, қоңыраушы шал, ақын мен теңіз күйлері өз тыңдарманын тапқан. Сыр бойындағы талантты ұлдардың бірі Жұмабай ағамызға арналған шығармашылық кеш. Жұмабай ағамыз қандай да болса марапатқа да, алғысқа да осындай шығармашылық кеші өткізуге де тұрарлық азамат. 70 жыл ғұмыр кешкенде бостан-бос өмір сүрмей, осы бірнеше прозалық та, поэзиялық та салада өзінің қол жеткен табыстары атап өтіліп, тек қана облыстық, аудандық деңгейде емес, республикалық деңгейде аталып өтіліп келе жатқан кісі. Сонымен бірге ағамыз жаңа өздеріңіз көріп отырғандай, мынау домбыраны өзіне серік еткен азамат.
Жұмабай ағамыздың мінезі жібектей, бір адамның бетіне жел болып көрмеген шығар осы өмірінде. Тіптен Жұмабай ағамыз біреу сөгіп атса, соның қасында тұрып ұялып тұратын кісі. Сондай ағамыздың мінезін бүкіл ел білет, бүкіл ауданның халқы білет. Ағамыздың иығына шапан жабайын. Ода рұқсат етіңіздер. Өмірін өнермен өрнектеген жазушы, журналистика саласында да сыйлы сыбағасын ала білген азамат. Ең алғашқы туындысы «Теңіз қызы мен тау жігіті» тақырыбындағы ертегісі. Бұл шығармасы арқылы ол 1991 жылы республикалық жалын байқауында жеңімпаз атанған. Ал проза саласындағы еңбектері жинақталып, 2013 жылы Алматы қаласындағы мұсылман баспасынан «Шешілген түйін» атты жинақ болып, оқырман қолына тиді. Адал махаббаты, сүйікті жары, Марияға арналған жастық шақтан бір атты тамаша өлең кітабы өлең сүйер қауымды бір серпілтті. Жұбайы Мария екеуінен Махмұд, Айнидин, Гүлфайруз, Мағжан, Тоғжан атты ұл қыз дүниеге келіп, ата-ананың ізгі жолын жалғауда. Сыр бойында талантты жастар, талантты азаматтар көп, бірақ соның бәрін елге, халыққа таныстыру бүгінгі қоғамда егемендікке қол жеткен кезде әркімнің де міндеті деп есептейміз. Міне мұндай салада облыс әкімінің қолдауымен талантты жастарды елге, халыққа таныстыру, олардың өнегелі ісін, өнерін кейінгі ұрпаққа ұсыну негізінде үлкен міндеттер болып табылады. Жан-жақты талантты ағамыздың бірі Жұмабай Жақыптың шығармашылық кеші өздеріңіздің алдарыңызда жарқырап, жайнап өтіп жатыр. Енді Жұмабайдың өмір баяны туралы, оның қызметі туралы, оның шығармалары туралы келелі әңгімелер қозғалды. Бұл мәселені қазіргі уақытта өмірге жаңа ұйымдар, жаңа бірлестіктер келіп жатыр. Бұл өзі егеменді елдің белгісі, тәуелсіз елдің белгісі, ұлтымыздың ұлағатты істерін алға шығарудың бір жарқын көрінісі деп есептеуіміз керек. Осындай ұйымдардың бірі Бейбітшілік әлемі бірлестігі халықаралық жазушылар одағы болып табылады. Бүгінгі бастама халықаралық жазушылар одағының жыл басынан бергі ұсынысын қолдаған облыс әкімінің игілікті істерінің бір белгісі деп біз қабылдауымыз керек. Жұмабай Жақыптың еңбегін елеп, Бейбітшілік әлемі бірлестігі халықаралық жазушылар одағы оны үлкен мәртебелі халықаралық дәрежедегі медалмен наградтап отыр. Құрметті Жақып Жұмабай, халықтар арасындағы достық пен ынтымақтастықты нығайта отырып, еліміздің өркендеуі жолында қазақ әдебиетінің дамуына қосқан еңбегіңізді жоғары бағалап, ел ардақтысы медалімен марапаттайды дейді. Жұмабай Жақыптың еңбегі елеусіз емес. Ол 2002 жылы облыстың үздік журналисі, 2003 жылы Арал ауданының үздік журналисі атанды. 2 мәрте облыстың құрмет грамотасымен марапатталған. Қазақстан Конституциясына 10 жыл төс белгісінің иегері, Қазақстан журналистер одағы сыйлығының лауреаты. Ел ағасы зейнет жасына шықса да, бір сәт тыным тапқан емес. Бүгінде ол халықаралық қазақ тілі қоғамдық бірлестігінің аудандық филиалы төрағасы ретінде уақытпен санаспай, ана тіліміздің мәртебесін арттыру тұрғысында еңбек етіп келеді. Былтырдан бері Арал ауданынан бізге нағыз қазақ Жұмабай Жақып деген азамат кеп қосылды. Қадыр Мырзалиев ағамыздың айтатыны бар ғой, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп. Бұл кісі домбыраны серік қылған, бір қанаты қылған, екінші қанаты өлең қылған, қаламы журналист. Абай атамыздың айтатындай, өлең сөздің патшасы, сөз сарасы қиыннан қиыстырар ерданасы деп. Мінекей, екі бірдей домбыраны да, сөздің құдіретінде, өлеңді де, өлең патшасын ер азамат келіп, біздің қатарымызға қосылғанына біз қуаныштымыз. Біздің жаңағы қазақ тілі қоғамы
тек қана Қызылордадағы республикалық тіл сақшысы газеті болып биылдан бастап шыққалы жатыр. Енді осындай азаматтар біздің газетіміздің деңгейін онан әрі көтереді. Журналистігі бар, ақындығы бар, күйшілігі бар. Халықаралық қазақ тілі қоғамының төралқасы Жақып Жұмабай Жақсылықұлын осы қоғамда, осы өмірде ұзақ жылдар жемісті еңбек етіп, қазақ тілінің өрісін кеңейтуге қосқан зор үлесі үшін марапаттайды дейді мінекей. Артымыздағы інілерімізге тастап кететін біздің байлығымыз, мына рухани өнеріміз, одан артық байлық жоқ. Домбырамыз бар, сосын қаламымыз бар, өлеңіміз бар, терме толғауымыз бар, күйлеріміз бар. Міне біз бақытты адамбыз. Я, ана мынау қиын кезеңде туылдық. Сосын біздің қырымыз көп. Біз композитормыз, ақынбыз, жыршымыз, жыраумыз. Осының бәрі саған беретін үлкен күш қайрат. Әлі 70 деген екеумізге 75 деген кім емес. Жұмабай Жақып аймақ баспасөзімен қатар әдебиет және мәдениет саласында да өзіндік орны бар шығармашылық иесі. Жиында сөз алған қаламгердің замандастары мен әріптестері мерейтой иесінің еңбек жолы мен адами қасиеттеріне тоқталды. Талапты жастар ақын өлеңдерін оқыса, Ақмешіт ансамблі сазгердің күйлерін орындап, кеш мазмұнын байыта түсті.
Бәрекелді, Ақмешіт ансамблі. Шығармашылықта шек жоқ. Біреу жазушы, ақын, біреу суретші, біреу күйші, әнші, біреу сазгер, тағысын тағылар. Ал Жұмекеңнің табиғатында осылардың көбі бар десек, жалған айтпаған болармыз. Жұмабай Жақып күйші ретінде мырзаның 10-нан астам күйін тартса, өзі 30-ға жуық күй әндердің авторы атанған азамат. Бүгінгі Жұмабай ағамыздың кешіне құттықтау сөзімен келіп отырған бейбітшілік әлемі халықаралық жазушылар одағының облыстағы атқарушы директоры, жазушы Бегімбай Ұзақбаев ағамызға сөз береміз. Кешке қатысушы қауым, шын мәнінде сыр бойында талантты жастар,
талантты азаматтар көп. Бірақ соның бәрін елге, халыққа таныстыру бүгінгі қоғамда егемендікке қол жеткен кезде әркімнің де міндеті деп есептейміз. Міне мұндай